Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін картофельный суп істейтін боламыз. Өте дәмді және тез жасалатын болады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен осылай жуылып тазаланған етімізді қазанға майсыз салып қуырамыз. Үстіне енді 2 қасықтай май қоямыз. Сұйық майымызды. Жақсылап араластырып қуырып, енді үстіне жуамызды саламыз. Жақсылап араластырып қайта қуырамыз. Енді біздің жуамыз қуырылып болды. Енді үстіне қызыл, жасыл, тәтті бұрыштарымызды саламыз. Перецтерімізді саламыз. Жақсылап қуырамыз. Енді үстіне сәбізімізді де дәл солай турап, жіңішке турап саламыз. Сәбізді ұнататын болсаңыз, көп салсаңыз да болады. Қуырамыз. Үстіне тұз салып, қара бұрыш салып араластырамыз. Екі сарымсақ саламыз, 2 лавровый лист саламыз.